Түркияда қираған көпқабатты үйдің бас сәулетшісі әуежайда ұсталды. Хатай қаласында жер сілкінісі кезінде құлаған Ренессанс резиденциясының мердігері Мехмет Яшар Ыстанбұл әуежайында ұсталды. Миллиондаған лираға аспан алаңы ретінде сатылып, зілзала салдарынан қираған тұрғын үй кешенінің сәулетшісі Мехмет Яшар Джошкун шетелге қашпақ болған. Сабақ газетінің хабарлауынша, қирандысы қалған көпқабатты тұрғын үйдің пәтерлері 1,5 миллионнан 3 миллион лираға дейін сатылған. Үйді салған ағайынды сәулетші Мехмет Яшар Джошкун мен құрылыс инженері Хусейн Ялчин Джошкун екені белгілі, және олар із-түссіз жоғалып кеткен. Хусейн Ялчин Джошкунның Черногорияда екені анықталды. Олардың Антис Япи компаниясы штаб-пәтері 2017 жылы аталған елге ауыстырылған. Үй құлағаннан кейін ағайынды Джошкунға қатысты тергеу басталып, қамауға алу туралы санкция берілді. Бас прокуратураның бұйрығымен Газиос Манпаши бригадалары Ыстанбұл әуежайында сәулетші Мехмет Яшар Джошкунды шетелге ұшқалы тұрған жерінен қамауға алды.